Hello, yes, this is Jackie speaking. Біреулер экшн киноны жақсы түсірсе, ал енді біреулер комедияларды жақсы түсіреді. Соңғы 50 жылда бұл ұғымдарды шебер үйлестіре білген адам бар. Ол Джеки Чан. Әрине, бүгінде экшн және комедия жанрында көптеген фильмдер бар. Алайда бұл фильмдер қаншалықты жақсы болғанымен әзіл мен экшн екі бөлек беріледі. Міне, осы фактор біз сүйіп көретін Джекиді ерекшелендіріп тұрады. Оның еңбектерінде экшн әрдайым әзілмен бірге жеткізіледі. Сонымен қалай Джеки экшнді көңілді жеткізе біледі. Біріншіден ол қарсыласқа фора береді. Қандай фильм болмасын, Джеки әрқашан жеңілуші жақта бастайды. Бірде аяқ киімі жоқ немесе қолы кісенде болады. Бірде аузында бомба. Міне осындай жағдайда ол жеңіске жетуге тырысады. Әр іс-қимыл қарсыластың реакциясын береді. Содан логикаға сай әзіл құралады. Жалпы кинодағы бұл стиль алғашқы дыбыссыз Чарли Чаплин, Гарри Ллойд және Бастер Китон фильмдерінен бастау алады. Жеңілуші жақта бола тұра Джекидің кейіпкерлері импровизацияға жол береді. Сондықтан да көбінесе оның кейіпкерлері қолға тиген кез келген нәрсемен шабуылдайды. Бұл ұсақ-түйек нәрселер осы стильдің маңызды ерекшеліктеріне жатады. Қарапайым бір затты алып, оны әдеттен тыс қаруға айналдырамыз. Қаруға айналатын нәрселер орындықтар, лего ойыншықтары, тоңазытқыштар және де бұл жекпе-жекке байланыс пен шынайылық беріп қана қоймай, көрерменнің езуіне күлкі сыйлайды. Джеки барынша шынайылықты ұнатады. Оның фильмдерден көкке бойылған қараңғы жерде болатын жекпе-жектерді көре алмайсыз. Оның ойынша экшнді көрермен толығымен анық көруге тиіс. Демек, қарсылас қара киімде болса, ол ақта. Ол әр кадрды келесі трюкті көрсетуге де пайдаланады. Мәселен, бұл жерде каскадерлермен қатар кадрдың көп бөлігін баспалдақ алып тұр. Себебін бірнеше секундтан кейін білеміз. Ол жалған қимылдан бас тартып ештеңе жасырмайды. Америка киноларында қимыл қозғалыстар өте көп. Алайда камера түсірілім бұрышын өзгерткен жағдайда біз актерлердің қалай төбелесуді білмейтінін байқай аламыз. Баяу түсірілімде оператор жылдам қозғалу арқылы соққының қаншалықты қатты екендігін көрсетуге тырысады. Джекидің киноларында бұл әдісті қолданудың еш қажеті жоқ. Мен ешқашан камераны қозғалтпаймын. Әрқашан бір орында, бір бұрышта. Көрермен қалай секіргенімді, сальто жасағанымды, құлағанымды анық көре алады. Мұндай түсірілімде әр нәрсе шынайы көрінеді, себебі қимыл мен оған қарсы келетін реакция бір кадрде беріледі. Мәселен, мына кадрге назар аударсаңыз, сізге бір уақытта Джекиде машинада, қабырғада көрініп тұр. Ұқсас трюкті Час Пик фильмінен де көре аламыз. Алайда элементтерді бірге көрсетпегендіктен эффектінің басқа екендігін байқай аламыз. Бұл принцип комедияда да қолданылады. Саммохумен түсірілген бұл кадрде соққы, жағымсыз кейіпкердің беті және Джекиді көре аламыз. Ұқсас қойылымды Шанхайский полден фильмінен көре аламыз. Бұл жерде қимыл мен реакция екі бөлек көрсетілген. Сондықтан одан алынатын әсер де өзгеше. Неге басқа режиссерлер осылай түсірмейді дейсіз бе? Себебі оларға берілетін уақыт жеткіліксіз. Джеки қанша дубль қажет болса сонша түсіруге бар перфекционист. Ал Гонконг студиялар бір жекпе-жекті айлап түсіруге мүмкіндік береді. Бұл жердегі ең қиын трюк веерді қайтып оралатында етіп жіберу. 120-дан астам бар. Джеки мықты дейтін шығарсыз. Қызығы, бұны сіз де қайталай аласыз. Әрине шыдамыңыз жетсе. Оның жұмыстарына оралар болсақ, мұндай ұсақ трюктер көрермендерді еріксіз таңғалдырады. Әрине бұл трюктерді орындамаса да болады. Өйткені бұл сөзсіз бюджетке қосымша шығын. Бірақ Джеки бұл трюктерден бас тартқан емес. Америкада саған осындай нәрселермен айналысуға жол бермейді. Өйткені бұл ақшалай шығын. Джекидің американдық киноларын алатын болсақ, бұл фильмдерде Джекидің әдеттегі киноларындағыдай ритм жоқ. Әдетте Джеки түсірілім алаңындағы актерлерді жұмысқа итермелейтіндей жекпе-жекті белгілі бір музыкалық ритмді түсіруге тырысады. Тіпті тәжірибелі жекпе-жек шеберлер мұндай процеске әзер үйреніседі. Оның алғашқы фильмдерін қарасақ, Қытай халық операсында отырғандай күйде боласыз. 80 жылдардың ортасына қарай Джеки фильмдерінің өзіндік ерекше ритмі бар. Америкада көптеген режиссерлердің ритмдік танымы жоқ. Сондықтан да олар әрқашан фильмдегі тұтас ритмді әр соққыны кесіп монтаждау арқылы бұзады. Ал Гонконг режиссерлері көрерменнің ритмді сезіну үшін бір қойылымды жеткілікті түрде ұзақ түсіреді. Монтаж кино өндірісінің ең маңызды бөлігі. Көптеген режиссерлер қалай монтаждауды білмейді, тіпті трюк қоюшылардың өздері де біле бермейді. Джеки тәрізді Гонконг режиссерлері монтажға ерекше көңіл бөледі. Мәселен, мына қойылымның бірінші бөлігінде қарсыласқа сермеп келе жатқан соққыны көреміз. Екінші бөлікте соққыны жақыннан көреміз.
Екі бөлікті қосар болса, қойылымның дұрыс тізбегін ала алмаймыз. Бірінші бөлік пен екінші кадрдағы шынтақтың тұрған орны екі бөлек. Тек қана үшінші кадр арқылы көрермен түсірілім бұрышының өзгергенін байқай алады. Соққыны мына жерде бастасам, кейіннен жақынырақ аламын. Сөйтіп екі бөлек кадрды қосып тұтас соққыны көрсетеміз. Басқа сөздермен, бір соққыны екі рет көрсет. Сонда ғана көрермен санасы соққыдан қаттылығын байқай алады. Ал бүгіндегі америкалық монтаж соққыны мүлдем алып тастады. Мәселен, мына кадрде аяқ осы жерде болса, келесі кадрде сол орында. Тек керісінше артқа қайтуда. Сондықтан да бұл жерде көрермен соққының күшін біле алмайды. Көбі бұл әдісті PGI рейтингісіндегі фильмдер қолданады деп сенуде. Алайда бұл әдісті ересектерге арналған көптеген кинолардан да көре аламыз. Джеки фильмдерінің тағы бір ерекшелігі, ол көптеген заманауи фильмдердегі соққы дартқызбайтын кейіпкерлерге қарағанда соққыны көп жібереді. Өте көп. Оның еңбектері тек трюктермен ғана таңғалдырып қана қоймай, әзіл күлкіге де орын табады. Ол қаншалықты төбелес шебері болғанымен бәрібір де соққы жібереді. Қызығы, Джекидің беті оның киноларындағы маңызды активтердің бірі. Кейде оның бет әлпетінің өзі көрерменді күлдіруге жеткілікті. Мәселен, тұтас жекпе-жекті қолдағы тауықпен өткізгендігі, немесе Чун-Ли болып киінгендігі тәрізді. Әрі Джекиге тән стиль фильмнің соңында да байқалады. Джекидің кейіпкерлері көбінесе мықты болғандықтан емес, берілмегендіктен жеңіске жетеді. Мұндай қасиет шешуші жекпе-жекті қызықты қылып қана қоймай, көңілдетуге мүмкіндік береді. Джекидің бұл фильмдері осындай финал арқылы оның америкалық картиналарынан аса ерекшеленеді. Ең бастысы, Джеки өз фильмдер арқылы комедия мен экшеннің бір-бірінен қатты айырмашылық жоқ екендігін дәлелдей алды. Қос жанрда да біз үздік рөлде үздік орындаушыларды көргіміз келеді. Не істесеңіз де барынша тырысыңыз, өйткені фильм мәңгі жасайды. Ол күні жаңбыр болды, әр актерлердің уақыты тығыз еді, тәріз сылтаудың қажеті жоқ. Ондай сылтауды біз кинотеатрда отырған қарапайым көрерменге айта алмаймыз ғой. Олар үшін фильм жақсы не жаман. Міне, осы үшінде Джекидің еңбектері мәңгілік. Дәл осылай біз сіздермен кино тарихындағы үздік өлім санасымен қоштасамыз.向乘风